Психосоматика дегенде және де клиенттің оқиғасынан бөлсін деп тұрмын. Басында клиенттің запросы мынандай еді. Бір жерге қонаққа баратын болса, немесе олардың үйіне қонақ келетін болса, ол кісі балалармен бірге барлығы ауырып қалады. Представляете? Бір 3 күн бойына барлығы ауырып қалатын болады. Бұл енді ненормально, әр қонаққа баратын кезде, немесе қонақ саған келетін кезде, осындай бір жағдайдың қайталана беруі, бұл уже физический зат емес, денсаулыққа қатысты, ал именно жан дүниесіне қатысты зат. Бұл кісімен жұмыс жасай келе, чувство виныдан арылып, чувство стыдадан арылғандықтан, шүкір ол кісі қазір спокойно басқа жерлерге қонаққа барады, тіпті қонақтарды күтеді, өзінің үйіне де қонақ келгенде спокойно күтіп алып жүр. Себебі жан жарасы емделді. Мен жаманмын, мен жаман болып қалам, позор болып қалам деген ұғымдардан адам арылған кезде жан тынышталады. Қашан біз өзіміздің тілімізбен іштегі жарамызды айтпаймыз, сол кезде дене сөйлей бастайды. Ал қашан тіл сөйлей бастайды, дене өз қалпына келеді. Психосоматика деген осы.